Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы видеоны өңдеу. Видеопад редакторында видеоны қалай өңдейміз? Видеопад редакторында видеоны өңдеу барысында қажет емес бөлігін кесіп алып тастауға болады. Ол үшін қызыл мегзермен бөлікті белгілеп, жою батырмасын немесе delete пернесін басамыз. Арнайы тақырыптарға видео қалай жасауға болады? Ол үшін арнайы тақырыпқа қатысты суреттерді немесе интернеттен дайын ақпараттарды бумаға жинақтап алған тиімді. Мысалы, табиғат құбылыстары тақырыбында видео жасау үшін ақпараттарды суреттерді өз бумамызға жинақтап алайық. Видеопад редакторында файлды кірістіру батырмасы арқылы суреттерді кірістіріп орналастырамыз. Мәтіндік әсерлер, аудио әсерлер, видео әсерлер, ауысуларды пайдаланып, тақырыпқа қатысты мәтіндер мен өлең шумақтарын жазуға болады. Сонымен қатар, өз даусымызбен дыбыстар жазуға немесе интернеттен арнайы дыбыстар, әуендер жүктеуге болады. Видеопад редакторында видеожазбаны қалай сақтаймыз? Видеопад редакторында видеожазбаны сақтау үшін жобаны сақтау командасын орындаймыз. Жобаны ретінде сақтау терезесіне видеожазбаға атау беріп, сақтау батырмасын басамыз. Файлдың кеңейтілімі VPG болады. Бірақ, мұндай типті файлдардағы видеожазбалар басқа компьютерлерде ашылмай қалуы мүмкін. Сондықтан, видеожазбаны MP4 AVIC форматында сақтау қажет. Сонда кез келген компьютерде дұрыс ашылады. Нәтижесінде жұмыс үстелінде табиғат MP4 файлы орын алады. Ендеше тапсырманы орында. Берілген батырманың анықтамасын жаз. Ойланып жаз. Видеопад редакторындағы видеожазбаның пішімдерін жазып шық. Жасырын сөзді тап. Әрбір суреттің бірінші әрпін пайдаланып сөз құрастыр. Табылған сөзбен сөйлем құрастыр. Ендеше оқушылар, сұрақтарға жауап берейік. Видеоны қалай өңдеуге болады? Видео әсерлер дегеніміз не? Видеоны қалай сақтауға болады? Себебін анықтайық. Неліктен видеоларды өңдейміз? Неліктен видеоларға аудио әсерлер кіргіздіреміз? Не себепті видеожазбаны MP4 AVI форматында сақтау қажет? Өңделген видео мен өңделмеген видеоны талдап, салыстыр. Тапсырмаларды ендеше компьютерде орындайық. Қыз қызығы тақырыбында видео құрып, оған дауыс жаз. Видеоны өңде. Видеоны бумаға сақта. Өзің ұнататын мезгіл және сол мезгілдегі табиғат құбылыстары туралы видео құр. Видеоға 5 жолды өлең, синквейн құрастырып, өз даусыңмен дыбыс жаз. Ендеше ой бөлісейік. Зере табиғат туралы видеоны өңдеуге 18 минут жұмсады. Ал Ербол осы уақытта 3 видеоны өңдеді. Екеуінде 54 минуттан уақыт берілген болса, Зере мен Ербол қанша видеожазбаны өңдер еді? Дискідегі видеоны өңдеу тақырыбындағы тапсырманы орында. Қалай орындағанды жұбына көрсет. Сабақта қорытындыла. Сабақтан алған әсеріңіз. Бәрін түсіндім, орташа немесе түсінбедім. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.